Еркек сенің қадіріңді білмесе, не істеу керек? Және әйелдің жанында болғысы келетін еркек қандай болады? Кейбір әйелдер өмірінің бір кезеңінде бір сұрақтың алдында қалады. Мен осынша беріп жүрмін, ал ол неге бағаламайды? Қадірімді неге көрмейді? Бұл ауыр сұрақ. Адамды шаршататын, жегідей жейтін сұрақ. Бірақ бүгін осы сұраққа нүкте қоямыз. Қадіріңді білмейтін еркек сені бағаламайтын адам емес, өзін бағаламайтын адам. Көп әйел ойлайды, мені бағаламады, демек мен бір жерден кемшілігім бар. Жоқ, сен кемшілігің жоқ, сен толықсың, сен жеткілікті, сен бағалауға лайықсың. Ер адам сені бағаламады ма? Бұл сенің емес, оның деңгейі. Өзін бағаламайтын, өзін қабылдай алмайтын, өзін құрметтей алмайтын еркек ешқашан әйелді дұрыс бағалай алмайды. Өзімен күресіп жүрген адам саған махаббат бере алмайды. Өзінің ішкі бос жерін сенің махаббатыңмен толтыруға тырысады, бірақ бәрібір өшін сенен табады. Еркектің суып кетуі әйелдің қате әрекеті емес. Көп қыздар өздерін кінәлап жатады. Мүмкін қатты сөйлеп қойдым, мүмкін дұрыс болмадым, мүмкін тым көп күттім бе? Әйелдің басты қателігі өзін кінәлау, өзін төмен қою, өзінің құнын ер адамның мінезімен өлшеу. Есіңде болсын, сенің құның басқа адамның көзқарасымен өлшенбейді. Егер ол сенен суып кетті ме, ол өз таңдауын жасап отыр, ал сен себеп емессің. Сен құрбан емессің, сен құндысың, және құның тек өзіңе байланысты. Ең дұрыс әрекет оның жағдайын ауыстыру емес, өзіңнің жағдайыңды өсіру. Ер адамдардың бір қызық психологиясы бар. Сен өзіңді жоғалта бастағанда, олар да сені жоғалтады. Сен өзіңді көтере бастағанда, олар сені қайта іздей бастайды. Сен не істейсің? Өзіңе көңіл бөлесің, өзіңді күтесің, өміріңді реттейсің, мақсаттарыңды өсіресің, құндылығыңды арттыра бастайсың. Ол кезде екі нәрсе болады. Бірінші, ол сені қайта бағалай бастайды. Екінші, ол өміріңнен өзі түсіп қалады. Екі жағдай да сенің пайдаңа. Әйелдің қадірін тек өзі көтере алады. Кейде біз біреудің бізге жақсы қарағанын күтеміз, бірақ шындық басқаша. Бірінші, өзіңе қалай қарайсың? Әлемде саған солай қарайды. Өзіңе қатал, өзіңе ренжулі, өзіңді бағалай алмайтын әйел дәл сондай қарым-қатынас алады. Өзіне құрметпен қарайтын әйел ретінде қадір еркектен үлкен құрмет, таза махаббат алады. Қадір іштен басталады, сыртқа содан тарайды. Енді келесі тақырыпқа көшейік. Әйелдің жанында қалғысы келетін еркек мынадай болады. Егер ер адам сені шынымен жақсы көрсе, оның әрекеті мүлде басқаша болады. Болжам емес, уәде емес, сөз емес, әрекеті. Міне сондай ер адамның белгілері. Ол саған жат болмайды, сыйысады. Сенімен сөйлескенде көңілі тынышталады. Сені тыңдағанда шынымен тыңдайды. Көңілің түскенде көтереді. Мәртебеңді төмен түсірмейді. Ол өз орнын сенің жүрегіңнен өз табады. Ал таба алмай жатса, сені кінәламайды. Ол сенің жаныңда қалуды өз қалайды. Ешқандай ойын, ешқандай қиын адам образын жасамайды. Сені жоғалтып алудан қорқады, сені ренжіткісі келмейді. Ол үшін бірге болу таңдау емес, қажеттілік. Ол әйелдің жанын түсіне алады. Жаны бар еркек бар, жүрегі бар еркек бар. Ол сенің сөзіңе ғана емес, тынысыңа да қарайды. Даусыңдағы эмоцияны естиді, жүрегіңдегі ауырлықты сезеді. Мұндай еркек қатар жүрмейді, жаныңда жүреді. Ол сені қолдауды міндетті деп таппайды. Әйелді шынымен сүйетін еркек қолдауды таңдамайды. Ол қолдайды, өйткені шығарып жібергісі келмейді. Өйткені сені өсірсе, өзі өседі. Сен мықты болсаң, ол да мықтылық сезінеді. Ол сені өзінің өміріне қалайды. Сені таныс емес етпейді, жасырып қалмайды. Өзімен бірге алып жүреді. Сөзі мен ісі сәйкес келеді. Мұндай еркек сені жоғалтуға қорқады. Өйткені сен оның таңдауы, сен оның адамдығының жалғасы. Екі түрлі еркек бар. Бірінші, сені жоғалтып алып барып түсінетін. Екінші, сені бар кезінде қадірлейтін. Сен бірінші түріне лайық емессің. Сен екінші түрінің жанында болуға лайықсың. Өзіңді төмен қойма, өзіңді ешкімге дәлелдеме, өзіңді жоғалтпа. Сенің қадірің сенің қолыңда.